Ал балалар, сабақтың тақырыбын болжап көрейік. Ол үшін жұмбақтарға шешейік. Қысты күні аппақ, жазды күні сұп-сұйық. Мамықтай ұлпа қанттай ақ, қыста жер бетін басады, жазда сайға қашады. Балалар, осы жұмбақтардың шешімі қандай? Иә, дұрыс, қар. Бүгінгі сабақтың тақырыбымыз қар. Оқу мақсаты: мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Ал енді қазір мәтін алды жұмыс кезеңі. Белсенді сөздікпен жұмыс жасаңыздар. Тек қана қарға байланысты сөз тіркестерді түртіп алыңыздар. Ақ жаңбыр. Бұршақ жаңбыр. Қарлы жаңбыр. Соқыр жаңбыр. Өткінші жаңбыр. Ақша қар. Жапалақ қар. Жылбысқы қар. Омбы қар. Үлпек қар. Келесі тапсырма: мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Тек қана қар туралы мәліметті есте сақтаңыздар. Дана, кеттік, сырғанаққа барамыз. Жоқ, Алан, маған қарда, суықта серуендеген ұнамайды. Ал маған ұнайды, денең шынығады. Мен күз бен қыс мезгілдерін мүлдем ұнатпаймын. Неге? Неге? Себебі күзде жаңбыр жауады. Дана, қар мен жаңбыр болмаса, тіршілік болмайтынын білмейсің бе? Қалай сонда? Күз, қыс мезгілдерінде жауған қар мен жаңбыр суын көктемде өсімдіктер бойларына сіңіріп сусындайды. Егер қыс қарлы, күз жаңбырлы болса, онда астық та көп болады. Егер жаңбыр мен қар суы аз болса, ол жылы қуаңшылық болады. Рас па? Мен ол жағын ойламаппын. Я, Дана, сондықтан жаңбыр мен қарды табиғаттың берген сыйы деп қабылдау қажет. Қызық. Алан, жаңбыр мен қар қалай пайда болады? Қар мен жаңбыр суы жердегі өзен, көл, мұхиттардан, өсімдіктер мен ылғал топырақтан бөлініп шыққан будан пайда болады. Міне қарашы, бу атмосфераға шығады да бұлт пайда болады. Қаршы, ол да будан пайда бола ма? Иә, Дана, ауа райы суық болса, жаңағы бу тамшылары мұз кристалдарына айналады. Осылайша қар жауады. Керемет! Дана, жауы қарқынына қарай жаңбырдың бірнеше түрі барын білесің бе? Жоқ, қандай? Ақ жаңбыр, бұршақ жаңбыр, қарлы жаңбыр, соқыр жаңбыр, өткінші жаңбыр. Алан, бұршақ, қарлы жаңбыр дегендер түсінікті, бірақ соқыр жаңбыр деген атау қызық екен. Сонда қалай? Күн көзі шығып тұрса да, жауатын жылы жаңбыр. Есіме түсті, ол кезде жаңбыр көп жаумайды. Иә. Дана, қардың да түрлері бар. Қандай? Мысалы, қар ұлпалары үлкен-үлкен болса, ол жапалақ қар. Міне қарашы. Ал тез еріп кетсе, жылбысқы қар. Кей аумақтарда қар өте қалың жауады. Адамның бойынан асып кетеді. Оны омбы қар дейді. Таңғаларлық, табиғаттың тосын сыйы көп. Дана, әр мезгілдің өз ерекшелігі барын ұмытпа. Сусыз тіршілік жоқ. Қар мен жаңбыр суы болмаса, өсімдіктер өспейді. Астық шықпайды.
Сондықтан табиғаттың берген сыйын дұрыс қабылдау қажет. Дұрыс айтасың, Алан. Кеттік, сырғанаққа барайық. Барсақ барайық. Балалар, мәтінді мұқият тыңдаңдар. Енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: неге Дана далаға ойнауға шыққысы келмеді? Екінші сұрақ: қардың пайдасы қандай? Үшінші сұрақ: неге қарды табиғаттың берген сыйы деп қабылдауымыз керек? Екінші тапсырма: мәтін бойынша дұрыс-бұрыс кестені толтырыңыздар. Бірінші: жаңадан жауған таза қар ұлпа қар деп аталады. Екінші: Дана қыс мезгілді ұнатады. Үшінші: егер қыс қарлы, күз жаңбырлы болса, онда астық та көп болады. Төртінші: қар будан пайда болады. Дұрыс-бұрыс кестенің дұрыс жауаптарын тексеріңіз. Ал енді жіктік жалғауға көшейік. Баяндауыш пен бастауышты байланыстырып, қимылдың қай жағы арқылы жүзеге асатынын білдіретін жалғау жіктік жалғау деп аталады. Жіктеу негізінен етістікке тән. Сонымен қатар адамға қатысты зат есімдер жіктеледі. Жіктелген зат есім сөйлемде баяндауыш қызметін атқарады. Мысалы, мен қазақтың баласымын. Сен оқушысың. Ал қала, дала, бақша, өзен, көл, дәптер, тақта, тағы басқа зат есімдер жіктелмейді. Тек адамға қатысты зат есімдер ғана жіктеледі. Жіктік жалғауларының үш жағы да буын нүктестігі бойынша жуан, жіңішке нұсқада. Сонымен қатар бірінші жағы дыбыс үндестігі бойынша сөздің соңғы дыбысына сәйкес қатаң, ұяң, үнді дыбыстардан басталатын нұсқада түрленіп жалғанады. Осыған аса назар аударыңыздар. Өздеріңіз кестемен танысыңыздар. Тапсырма: өлеңді тыңдап, жіктік, септік жалғаулы сөздерді көрсетіңіздер, жалғануын түсіндіріңіздер. Жапалақтап ала қар жауды күнде қайталап, қырға шықты балалар шаңғыларын арқалап. Жұлдыз болып ағамыз ақ мамықтың үстімен, біз спортшы боламыз, үлгі аламыз күштіден. Қуаныштың бүгінгі басылмайды ыстығы, жылдамырақ жүруді үйретеді қыс күні. Енді балалар дұрыс жауаптарын тексеріңіздер. Қырға барыс септігіндегі сөз, шаңғыларын табыс септігіндегі сөз. Ағамыз, біз ағамыз жіктік жалғау көпше түрі. Мамықтың ілік септік, үстімен көмектес септік. Боламыз, біз боламыз жіктік жалғаудың көпше түрі. Үлгі аламыз жіктік жалғауының көпше түрі. Күштіден шығыс септік, қуаныштың ілік септігі, жүруді табыс септігіндегі сөз. Ал енді сабақты попс формуласын пайдаланып, мәтіндегі ақпараттар бойынша негізгі ойды білдіріңіз. Ол үшін бірінші сөйлем менің ойымша,
жалғастырасыздар. Екінші сөйлем: себебі мен оны деп түсіндіремін. Үшінші сөйлем: онымен деген фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем: осыған байланысты мен деген түйін жасадым. Осының бәрі оқылған, тыңдалған мәтін бойынша жасайсыздар.